Защита кентіндегі нөмір 2 мектеп көптен бері шешілмей келе жатқан күрделі мәселелердің бірі осы мектептің күрделі жөндеу жұмыстары болатын. Бұл мектептің қабырғасында біраз жарықшақтар пайда болып, осыдан 2 жыл бұрын жұмысты бастағанбыз. Одан кейін жоба жасадық. Ол жобамыз мемлекеттік сараптамадан өткен. Мемлекеттік сараптама өткеннен кейін биыл облыс басшылығының қолдауымен жөндеу жұмыстарына қаржы бөлініп, қазір мердігер компания осы жұмыстарды бастап кетті. Мақсат тамыздың 15-іне дейін, оқу жылының басталуына дейін осы күрделі жөндеудің барлығын аяқтап, балаларды өз мектептеріне қайтару. Бұнда 500-ге жуық бала білім алады. Қазір олар 22-ші мектепте сабақтарын жалғастырып жатыр. Біздің мақсатымыз осы тамыздың 15-ін бітіріп, 1-ші қыркүйекте балалар өз мектебіне келу керек. Бұнда қазіргі негізгі мәселе қандай? Бұл біздің жобалаушылардың тәжірибесіздігі, кейде білімдерінің жетіспейтіні. Кез келген объектіні алған кезде, жобалаған кезде істейтін жұмыстарды кіргізбей, кейбір қосалқы жұмыстарға басымдық беріліп, солар кіреді. Ол мемлекеттік сараптамадан өтеді. Енді қазір бізге келіп тұр, мердігер компания мына жерде мына жұмыстарды істеуіміз керек, ал жобада ол жоқ деп. Сондықтан да біз қазір техникалық шешім шығаруымыз керек. Техникалық шешім ертең мына кісіге, мектептің басшылығына, мердігер компанияға сұрақ болмау үшін техникалық шешімдер комиссиямен істелу керек. Сол үшін кейбір жұмыстарды қосалқы, аса қажетсіз жұмыстарды кейінге шегеріп, керекті жұмыстарды істеуіміз керек.